Сәлем достар, баршаңызға менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Уәде еткендегідей сіздерге осы жүрекше следидің тоқуын көрсетпекпін. Біз алдыңғы видеода следиктің басын тоқып үйренген болатынбыз. Қазір осыны ары қарай жалғастырып, сондай әдемі следик шығаратын боламыз. Мен міне 6-шы қатарды тоқып келе жатырмын. Біз алдыңғы видеода да 6-шы қатарды бітіргенбіз. Мен бұл следида өрнек 6-шы қатардың тура ортасында басталатын болғандықтан мен біраз қайтадан сөгіттім. Міне қатар басталды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 алдым. 1 6 кетті. Екінші 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екеуі бір жерде тұр міне. 2 6 кетті. Енді 4 столбик с накидін тоқимыз. Мен 3 тоқыдым міне. 1, 2, 3. 4-шісін тоқимыз. Осылай аяқтамай тұрып, екеу қалған кезде мына екінші жіпті қосамыз. Менде осындай үсті жіп. Екінші жібім. Осымен осы жіпті осылай екеуінен суырып аламыз. Міне. Енді мына жерде 4-еу ғой. 6 болу үшін бізге енді 2 тоқу керек. Екеу тоқимыз. Мына қызыл жіпті арасына өткізіп отырамыз. Арасына білдіртпей кіргіземіз. Екеу тоқимыз. Екінші түсті жіппен. Міне, осылай екеу қалған кезде жаңағы екінші қызыл жібімізді қайтадан қосамыз. Міне 2 петля алдық. Осы жерде 6 болды. Екінші түсті жібімізге алмастырдық. Енді 1 петлядан 2 алатын. Мына жердегі ұзынды қалдырып кетеміз де, қысқасын жіптің арасында білдіртпей тоқып жібереміз. 1 петлядан енді 2 аламыз. 7, 8-ші. Бұл бізде 6-шы қатар болғандықтан 6 петляны жеке-жеке алдық. 7 мен 8-ді бірге аламыз. Міне осылай басталады, ары қарай 6 петля тағы жеке-жеке аламыз. 7 мен 8-ді екеуін бірге 1 петлядан аламыз. Солай жалғастырып аяғына дейін әкелеміз. Міне осы жерден жүрек өрнегі басталатын екеу кетті. Қазір келесі қатарда енді 6 ілмек кетеді. Ары қарай 6 столбик с накидін тоқимыз. 7 мен 8-ді бірге аламыз. Мен аяқ жағына келіп 6-шы қатарды аяқтадым. Енді 7-ші қатарды бастаймын ары қарай. 2 воздушный петля көтереміз. Түбінен аламыз 1 петля. Енді бұл қатарда ешқандай да жіп қоспаймыз. Яғни осы 1 петлядан, әр петлядан бір-біреу алып шығамыз. Ештеңе өзгертпейміз. Тура осылай әр петлядан бір-бір столбик с накидім алып шығамыз. Әрі қарай кете береміз осылай. Ешқандай өзгеріс жоқ. Барлығы 48 ілмек болу керек. Санап алып тоқуларыңыз керек. Егер шатасып кетем десеңіздер. Осылай тоқи береміз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруға тырысыңыздар.
міне ортасына келіп қалдым мен. Міне мына екінші түрлі жіппен тоқыған жерден екі петля алдыңғы жағына келген кезде, тағыдан осылай екі жіп қалған кезде келесі жіпті жалғаймыз. Міне осылай. Ол мына жерде тұр, жаңа алдыңғы қатарда тоқыған деді. Кішкене осыны бостауып аламыз бүйтіп. Себебі тартылып қалады қазір тоқыған кезде, егер босамасақ. Бостауып аламыз да. Екі жіпті білдіртпей арасына қосып жібереміз. Біреу. Бұл қатарда екінші түрлі жіппен 6 столбик с накидом аламыз. Екінші. Үшінші. Төртінші. Бесінші және алтыншысын аламыз. Осылай аяқтамай тұрып, осы екі жіп қалған кезде екінші түрлі жібімізді қайтадан қосамыз. Кішкене тартсаңыздар, екі жіпті. Осылай тартылады. Міне, осылай жүректің өрнегі шығып келе жатыр бізде. Енді аяғына дейін ешқандай өзгеріссіз столбик с накидын тоқи береміз. Жетінші қатардан бастап, аяғында қазір өзгеріс болады. Мен оны көрсетемін қазір сіздерге. Міне қатардың аяғына келдім мен. Соңғы ілмекті аламын. Осы жерде біз алдыңғы қатарларда бір алдыңғы қатарда басы мен аяғын біріктірген ілмек бар ғой, содан алатынбыз осы. Енді бұл 7-ші қатардан бастап бұл жерден алмаймыз мүлде. Бірден 2 воздушный петляға осылай жалғап әкетеміз. Егер де мына бұрыштағы петлядан бір столбик с накидом алатын болсақ, онда әр қатар сайын бір ілмектен көбейе береді біздің петляларымыз. Сосын ол өкше шығару жағына келген кезде бізге дұрыс шықпайтын болады. Осыны ескеріңіздер, я. Өйткені осы қатардан бастап бұл жерден алынбайды. Бірде мына 2 воздушный петля көтерген жер бар ғой, осы жерге біріктіріп әкете береміз. Түбінен алмаймын. Мына жерден, осы жерден бірден жалақ қойып. Міне біздің қатарымыз аяқталды. Келесі қатарда мына екі ілмекке келгенше тоқып шығамыз. Ешқандай өзгеріссіз әр петлядан бір столбик с накидом. 2 воздушный көтереміз. Түбінен аламыз міндетті түрде. Осылай ары қарай өрнекке келгенше тоқи береміз. Міне өрнекке келіп қалдым. 3 петля қалды, біреуін тоқимын. Осылай екеу қалған кезде екінші жіпті қосамын. Екінші жіпті осылай қосамын. Бұл жерде осылай кішкене тартып қоямыз, кеңдеу қып. Кішкене тартып жібересіз, сонда кішкене тартып тұрады, әдемі.
міне осылай. Бұл қатарда енді мына жерде біріншісінде 2 болды, екіншісінде 6, үшіншісінде 10 ілмек басқа түрлі жіппен. Міне. Үшінші қатарда 10 ілмек 2, 6, үшіншісінде 10 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ілмек осы екінші түсті жіппен тоқып шығамыз. Міне 10-сын тоқиын деп жатырмын. Аяқталмай тұрып, осында 2 петля қалған кезде екінші түрлі жібімді қайтадан қосамын осылай. Болды. Бұл қатарда өрнек бітті. Қызыл жіпті бірінші қою үшін бүйтіп айналдырып жіберсеңіздер, үстіне түседі өзі. Келесі аяғына дейін әр петлядан столбик накидом тоқып шығамыз. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Аяғына келген кезде мына жалғаған петлядан біріктірген. Одан алмаймыз, бірден 2 воздушный петляға біріктіреміз. Міне аяқ жағына келдім. Соңғы петлядан аламын. Алдыңғы қатарда біріктірген петлядан алмаймын, бірден 2 воздушный петляға біріктіремін. Міне қатардың соңы аяқталды. Келесі қатарға 2 воздушный көтеремін. Түбінен аламын. Мына 2 жіпке келгенше әр петлядан 1 столбик накидом тоқып шығамыз. Міне өрнекке 3 петля жетпейді. Біреуін тоқимын жартылай. Осылай 2 қалған кезде екінші түрлі жібімді қосамын осылай. Кішкене бостауға. Ары қарай тоқимыз осылай. Бұл қатарда бізде 14 ілмек тоқимыз. Міне 4-ші қатарда мына қатар, бұл қатарда 14 ілмек тоқимыз. 14 ілмек тоқып шығыңыздар. Қазір мына жеріне келгенде мен сіздерге қосылатын боламын қайта. Міне 14-ші ілмекті жартылай тоқып қойдым. 2 ілмек қалғанда бізде келесі жібімізді қосамыз. Тартып қаламыз, сонда кішкене тартылады. Келесі аяғына дейін осылай тоқи береміз. Әр петлядан бір столбик накидом. Келесі өрнекке келгенше өзіміз тоқимыз. Осылай шығып келе жатыр міне. Міне өрнекке келіп қалдым келесі. Жартылай тоқимын да келесі жібімді қосамын. Және шамалы босатып қоямыз. Себебі тартылып қалмас үшін ғой. Осылай бостауға қоямыз да арасына тоққан кезде ілмектердің арасына кіргізіп жібереміз. Екеуін бірге ілмектің арасына кіргізіп тоқып жібереміз. Тартамыз кішкене. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Бұл қатарда 18
ілмек тоқимыз. Ары қарай өзіміздің негізгі жібімізге, негізгі түсімізге ауыстырамыз. Міне, біз мына қатар тоқып жатырмыз. 18. Міне мен 18 ілмек тоқып шықтым. Соңғы ілмекте негізгі түсті жіпке ауыстырдым. Енді аяғына дейін өзгеріссіз тоқимыз. Мына шетіне келгенше тоқимыз. Алдынан 2 ілмек аламыз. Осы жерге келгенше ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Міне өрнекке келіп қалдым. Соңғы петляны жартылай тоқимын да екінші жібімді қосамын. Бұл қатарда біз 22 ілмек тоқимыз. Мына қатар 22 ілмек тоқимыз да келесі 22-ші ілмекте негізгі түсті жібімізге ауыстырып, ары қарай ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Мына жерге келгенше 22 ілмектен кейін өзгеріссіз осы жерге келгенше тоқып шығамыз. Міне 22-ші ілмекті алып жатырмын мен. Жартылай тоқимын да екінші түсті жібіме ауыстырам. Ары қарай келесі петлядан ешқандай өзгеріссіз осылай ала береміз. Өзгеріссіз осы жерге келгенше тоқимыз. Осы қатарды тағы бір рет қайталаймыз. Бұлай айналып келеміз де, тағы да осы жерге келгенде 22 ілмек тағы осылай тоқып шығамыз. Міне мен тоқып келдім. Екі қатарды бірдей қылып тоқып шықтым. Айналып келіп, келесі қатарды тоқып бастадым. Өрнекке жақындадым. Соңғы петляны тоқимын да, жартылай тоқып келесі жібімді қосамын осылай. Енді бұл қатарда мына жерден 10 ілмек тоқып аламыз бірінші. Одан кейін ортасына 2 негізгі жіппен тоқимыз. Сосын қалғанын тағы 10 ілмек тоқып аламыз. Міне, мынадан көрсетсем, сіздерге түсінікті болатын шығар, иә? Міне, біз осы қатарға келдік. 10 ілмек тоқып аламыз. Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ілмек тоқимыз да негізгі түсті жібімізге ауыстырып, 2 ілмекті жеке тоқып аламыз. Тағы да 10 ілмек келесі түсті жіппен тоқимыз. Бұл қатар осылай кетеді айналып. Міне, сіздерге көрсетейін. Кішкене бостап алайын. Әйтпесе тартылып қалады. Екінші, үшінші, төртінші, 5, 6, 7, 8, 9, міне 10 ілмекті жартылай тоқып аламыз. Осылай 2 ілмек қанша тоқимыз да келесі түсті жібімізді қосамыз. Осылай бұл жіппен 2 ілмек тоқып аламыз. Біреу, екіншісін жартылай тоқып, қайтадан мына екінші түсті жіпке ауыстырамыз. Міне
Енді тағы да 10 ілмек тоқып шығамыз. Сонда барлығы 22 ілмек шықты. 10, 10, екеу. Осылай аяғына дейін қайтадан ешқандай өзгеріссіз әр петлядан бір столбик с накидом алып тоқи береміз. Міне мен айналып келдім өрнекке. Бұл жерде өрнекті бастамай тұрып, тағы да негізгі түсті жіппен 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Бұл өрнектің ең соңғы қатары. Екіншісін жартылай тоқимыз да келесі түсті жібімізді қосамыз. Міне біздің соңғы қатар. Екі жіпті қосып тоқыдық. Мына жерде енді 6 столбик с накидом тоқимыз. Ортасынан 6, тағы да шетінен 6. Сонда барлығы 18 қатар 18 ілмек тоқимыз да екі жақ шетінен 2 ілмекті негізгі түсті жіппен тоқып жібереміз. Сонда барлығы 22 ілмек шығады. Міне алтыншысына келдім мен. Алтыншысын жартылай тоқып аламын. Келесі түсті жіпке ауыстырамын. Ортасынан 6 осы негізгі түсті жіппен тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтыншысын жартылай тоқимыз да келесі түсті жіпті қайта қосамыз. Бұл жіппен де тағы да 6 ілмек тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтыншы соңғысы, шығып кетті ғой. Алтыншы соңғысын жартылай тоқимыз да келесі ілмек жіпке ауыстырамыз. Болды. Міне осымен біздің өрнегіміз аяқталды. Екеу тоқимыз. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз аяғына дейін тоқи береміз. Міне, сонда жүрегіміз шықты біздің. Мына жіпті ішкі жағынан қиып тастаймыз да ең соңында жасырамыз. Жіптердің арасына жасырамыз. Әзірше осылай тұра тұрсын. Аяғына дейін ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Одан кейін міне біз мына жерге кеп біттік, аяқтадық, иә? Одан кейін айналып келеміз де 3 қатар ешқандай өзгеріссіз осы негізгі түсті жіппен тоқып шығамыз. Міне 1, 2, 3. 3 қатар тоқып шығамыз. Содан кейін өкше жағын қай жерден алу керек екенін көрсететін боламын. Міне мен 3-ші қатардың соңына келдім. Соңғы петлядан аламын. Түбінен алмаймыз. Бірден 2 воздушный петляға біріктіреміз. Міне болды, біздің 3 қатарымыз тоқылып бітті. Міне осылай болып шығады. 3 қатар тоқылды. 1, 2, 3. Енді бұл жіпті қиып тастаймыз. Осы жерге келгенде
бастаймыз. Өткіземіз де былай түйеміз. Міне осындай болып шықты. Барлығы бізде 6-шы қатарда 48 ілмек болды. Енді бізге мына өкше жағын шығару керек. Өкше жағын шығару үшін бізде міндетті түрде жұпсан болу керек деп айттым, мен алдыңғы видеоларда. Мына жерден бастаймыз міне. Мына жерде тұр ғой. 1-ші, 2-ші, 3-ші ілмектің үстінен былай барамыз. Осылай барып, осылай. Осы петлядан 2 воздушный петля көтереміз. Біреу, екеу көтердік. Араға бір ілмек тоқып қойайын. Осылай аяғына дейін 36 ілмек тоқып шығамыз. Бізде барлығы 48 ілмек қойған бәрінде. Енді бізде ортасында 12 ілмек қалу керек. Сонда 48-ден 12-ні алған кезде 36 қалады. 36 ілмек тоқып шығамыз. Біз жаңа ортасында 12 ілмек қалу керек дедік қой. Осы 12 ілмекті санап аламыз қазір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осы 12-ші ілмекке біз маркер қойып қоямыз осылай. Осы 12-ші ілмекке келгенше тоқып шыққанда бізде 36 ілмек шығады. Маркер немесе егер сіздерде маркер болмаса, онда осы ілмекке етіп, кез келген басқа түсті жіпті осылай өткізе саласыздар. Бұл жіп шығып кетпейді, осылай тұра береді міне. Осылай берге қойып қоясыздар. Енді осылай айналып келгенде барлығы 36 ілмек шығу керек. Санап отырып тоқисыздар. Қазір мен мына жерге келгенде сіздерге қайтадан қосылып түсіндіретін боламын. Және де барлығынан бір-бір столбик накидім аламыз. Әр петлядан ешқандай қосу алусыз. Міне мен 35-ші ілмек тіліп алдым. Соңғы 36-ші ілмек тілем міне. 36-ші ілмек тілдім. Міне бізде барлығы 36 ілмек болды. Ортасында 12. 36-ға 12-ні отқанда барлық 48 ілмек шығып тұр міне. Енді мына жіпті алып тастаймыз. Бұл бізге қажет емес енді. Енді осы жерден 2 воздушный петля көтереміз. Тоқымымызды бұрамыз да. Әрі қарай ешқандай өзгеріссіз тоқи береміз. Бұл следидің де осы өкше жағы алдыңғы видеода моншақты следит тоқыдық қой. Сол жердегімен бірдей. Жағында 34 ілмек болса, бізде қазіргі осы следида 36 ілмек. Яғни ортасынан 6 ілмек алғанда екі жағынан 15 ілмектен алып шығатын боламыз. Қазір мен аяғына дейін көрсетем. Сосын өздеріңіз аяғына дейін тоқып шығасыздар. Міне мен 2-ші қатардың соңғы жағына келдім. Соңғы 3-ші ілмектен аламын бір петля. Бұл 35-ші петля. 36-ші петляны жаңа ана жерден 2 воздушный петля көтеріп тоқыдық қой ары қарай. Осы жерден аламын. Соңғы петляны осы жерден аламын. Соңғы 2 воздушный петля көтерген жер бар ғой міне осындай. Осы жерден алып отырамыз 36-ші ілмекті барлық қатарда. Келесі қатарға міндетті түрде 2 воздушный петля көтереміз де айналдырып тоқи береміз. Міне осылай аяғына дейін айналдырып тоқи береміз. Бұл следикта бізде аяқ жағында 36
ілмегі, өкше жағына келген кезде сіздер өздеріңіз қалаған ұзындыққа дейін тоқисыздар. Сосын өкше жағына келеміз ғой, сол кезде ортасынан 6 ілмек жеке аламыз. 36-тан 6 ілмекті алған кезде 30 ілмек қалады. 30 ілмекті 2-ге бөлгенде 15-15-тен тоқып аламыз. Бұл жағының видеосын мен алдыңғы слайдыда тоқтай көрсетіп шықтым. Мен қазір тоқып көрсетпеймін, сіздер сол видеодан қарап тоқи аласыздар. Шетіндегі жиектеуінің барлығы сол видеодағыдай көрсетілген осы. Ары қарай өздеріңіз тоқып бітіресіздер. Және де сіздерге айтатыным, сіздер жіп таңдаған кезде кез келген жіпті алып 2,5 номерлі крючокпен тоқимын деп ойламаңыздар. Себебі менде мынау жіп жіңішке болғандықтан мен 2,5 номерлі крючокты қолдандым. Сіз тоқитын жіп мүмкін бұл жіптен қалыңдау болуы мүмкін. Сондықтан кез келген жіпті алған кезде этикеткасында жазылып тұрады, қандай номерлі крючокпен тоқылу керек, қандай номерлі спицамен тоқылу керек. Сол жағын ескеріңіздер. Міне соңында осындай әдемі слайдик шығады. Тоқитын болсаңыздар, сіздерге сәттілік. Және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алуа.